Барлықтарыңызға қайырлы күн. Наурыз мейрамы құтты болсын, ұлыс оң болсын. Бүгін біз наурыз көже дайындайтын боламыз. Ол үшін менімен бірге видеоның соңына шейін болыңыздар. Алдымен таза қазанымызға суымызды құйып, тазалап еттерімізді жуып аламыз. Мендегі жылқы еті, қысқы соғымнан және сүрленген қазымызды салып, етімізді пісіріп аламыз. Етіміз қайнаған кезде бетінде осындай көпіріктер пайда болады. Көпіріктерін сүзгінің көмегімен алып, тазалап аламыз. Көпіріктерін тазалап болған соң, сорпамызды қайта сапырамыз. Сол кезде сорпамыз таза, мөлдір, әдемі болып шығады. Етіміз пісіп жатқан кезде ішіне қосатын дәндерімізді дайындаймыз. Мен бұл жерде 5 түрлі дән қосамын. Осы жерде ақ және сары жүгерімізді бөлек пісіріп аламыз. Ұзақ пісетіндіктен тазалап пісіріп аламыз бөлек. Міне пісіп шықты. Енді осы піскен сары ақ жүгерімізді қайнап тұрған сорпамызға салып аламыз. Етім де пісті, етімді сүзіп алдым. Барлығын салып, жақсылап араластырып аламыз. Ақ және сары жүгеріні қосып болған соң, оның үстіне жуылып тазаланған ноқатымызды саламыз. Оның үстіне күрішімізді саламыз және де машымызды саламыз. Бұл 3 түрлі дәніміз тез пісетіндіктен тағы бір қайнатып аламыз. Оның үстіне туралып дайын тұрған етімізді салып, тағы қайнатып аламыз. Бір қайнатып аламыз. Дәміне қарай тұзымызды саламыз. Тұзымызды салып болған соң, осындай арнайы жібіген құрт болады. Сол құрттың үстіне түкеннің осындай сусыны бар, тан деген, соны қосып, екеуін араластырып, жаңағы наурыз көжемізге құямыз. Құртымызды құйып болған соң, тағы осындай тан деген сұйық сусынды қосамыз. Өздеріңізде айран, тағы басқа қымыз болса, оларды қоса беруге болады. Неғұрлым осындай қосылған ақ сусындарымыз көп болса, соғұрлым наурыз көжеміз өте дәмді болып шығады. Міне барлығын араластырып, қонақтарыңызға бере бересіздер. Міне біздің наурыз көжеміз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Наурыз мейрамы құтты болсын, отбасыларыңызда тек жақсылық болсын, ұлыстың ұлы күні құтты болсын, ақ мол болсын. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар, наурызды жақсы өткізіңіздер.